Сондықтан сіздерге қайырлы таң, жақсы ойда болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз біздің 3-ші қадам, күйеуіңіз туралы жаман ойдан арылыңыз. Бұл тақырыпты біз алдында 3 күндік марафонға егер қатысқан болсаңыздар, қысқаша айтып кеттік бұны да. Бір 10 минуттың ішінде азғантайған айтып кеттік. Бірақ бүгін осы тақырыпқа арналады. Сәлеметсіз бе? Бүгін біздің сабағымыз осы тақырыпқа арналады. Бұл өте мен жақсы көретін тақырып ше. Қалыңыз қалай? Өте жақсы көретін тақырып, күйеуіңіз туралы жаман ойдан арылыңыз. Бұл жалпы жаңағы тек күйеуге ғана емес, егер де менің айтқан бәрін дұрыстап тыңдап алатын болсаңыздар, миларыңызға құйып алатын болсаңыздар, бұл тек күйеуге ғана қатысты емес. Мен даусым естіліп тұр ғой, күйеуге ғана қатысты емес, бұл жалпы өмірде де тоже енеге қатысты болсын, айналаңыздағы адамдарға қатысты болсын, қандай жағынан болса да, бұл өте күшті. Осы жаман ойдан арылу деген сөз. Бүгін осы туралы сөйлесетін боламыз. Бәрі дұрыс па екен? Что-то мен сөйлеп жатқан, естіліп жатқан болар да. Таңғы уақытта кім тұрып жүр? Кім өзін таңғы уақытқа тұрып әдетке айналдырды? Негізі таңертең уақытта тұруды мен сіздерге өткен жолда түсіндіргеме. Таңғы уақытта тұрған шынымен де менің өмірімді өзгерген сол таңертең ерте тұру. Прям кәдімгі әдетке айналдырып алды мен ерте тұруды. Содан сол ерте тұрғаннан кәдімгі күнде спокойно ерте тұрып кетемін да. Бірақ самый главный ертерек жату керек. Сосын бар ғой, мен өзім мысалға қазір данный момент мен бірталай жұмыстар атқарып жатырмын да. Жұмыстар болғанда данный момент мен қазір өзімнің жаңа осы курсыма байланысты продюсерский бар, сондай нәрселер жасап жатырмын да. Эксперт іздеп таптым әйтеуір. Сөйтіп сондай жұмыстар жасап жатып, мен қазір көп тапсырма орындап жатқаннан кейін мен кеш жатып қаламын да. Сосын кеш жатқан кезде ойбай шаршадым деп жатсам, таңертең тұрған кезде шынымен де шаршадым деп ұйқыда қанбайды. Таңертең тұрған кезде шаршадым деп тұрамын да. Мен осыны бірнеше рет өзімнен байқадым да. Мен айтамын, үнемі наблюдать етіп жүремін деп, әрбір іс-әрекетімді, сөйлеген сөзімді қалай, қандай жаңағы жерде қалай жауап беретін деген секілді. Мен сол өзімді наблюдать етіп жүрген кезде осы нәрсені байқап қалдым. Бірнеше рет байқадым. Значит, өйтіп жатуға болмайды да. Шаршадым. Раскүл ханым, сізде интернет слабый болып тұр ғой дейме. Шаршадым деп жататын болсаңыз, шынымен де таңертең шаршап, әрең ұйқы қанбай, денеңіздің барлығы ауырып сөйтіп тұрасыз да. Сол үшін кешкісін жататын кезде жақсы шаршадыңыз да, қатты шаршағандай жақсы ұйықтап тұрған кезде мен немді жаңағы денем барлығы толық демалып, жақсы заряд алып, жақсы тұрам деп, сөйтіп сондай бір жақсы настрой қойып қойсаңыз, таңертең тұрған кезде оп-оңай тұрасыз да, оп-оңай қиналмай сөйтіп тұрасыз. Сондықтан осы нәрсені де тоже лайфхак болсын, өйтіп жатуға болмайды. Енді Раскүл ханым, сізде проблема болып жатыр ғой да, интернетіңіз бірде кіріп, бірде шығасыз. Бағанадан бері жазып отырған ханымдарға WhatsApp-қа жаза қойыңызшы, эфир басталды, кіріңіздер деп. Өтініш. Кешелі бері бірнеше адам таңертең ерте қатысамыз деп еді. Қатира ханым кіріп жатыр. Енді сәлеметсіз бе? Енді бүгін біз осы күйеуіңіз туралы жаман ойдан арылыңыз деген тақырыпты керемет ашатын боламыз, Алла бұйырса. Енді кешегі нелеріңіз қалай болып жатыр? Кешегі күнге дейінгі тақырыптарыңыз қалай, тақырыппен жұмыс жасаған әдеттеріңіз қалай болып жатыр? Қайырлы таң. Қалай әдетпен жұмыс жасап жатсыздар, сол туралы айта кетсеңіздер. Күйеулеріңіз сіздерді қалай қабыл алып жатыр? Күйеулеріңізбен отношенияларыңыз қалай болып жатыр? Сіздерді бәсе, мен сізді бағана жақтан көріп едім. Проблем болып тұр ма кіргеннен? Или өзіңіздің интернетте проблем болып тұр ма? Бәсе, ойлап қойым, бұл кісілер бағана WhatsApp-та жазған еді, күтіп отырған еді, бұл кісілер қайда деп. Біздің кешегі өткен бірінші күніміз біздің күйеуіңізді неден жаңағы сыйлау, құрметтеу болды. Екінші күн бақылаудан бас тарт болды. Енді қалай болып жатыр? Біз 2 күнде бірнеше әдеттерді кіргеніңізге Құдайға шүкір, бірнеше әдеттерді біз өзімізге қалыптастырып жатырық. Осы әдеттер мен жұмыстарыңыз қалай болып жатыр?
сіздер жаза беріңіздер, мен сіздерге бір қысқаша осы жақсы нәрсе туралы бір қысқаша бір ертегі секілді не бар, соны айтып берейін. Баяғыда бір шіріген өте үлкен бір бай адамның екі қызы болыпты да. Екі қызы енді жаңағы қызметшілері бар, бүткіл жағдай жасалған, сондай бай болған екен да. Жаңағы екі қызы сондай немеді барлық нәрсе қызметтің бәрін жасайды, бірақ бір қызы, үлкен қызы үнемі настроениесі болмайды, үнемі ашуланып жүреді, барлығына ешқандай күлмейді, барлығына ашуланып жүреді, сондай қыз болады да. Кіші қызы жадырап жайнап жүреді. Содан жаңа байдың осы жанына батады, бұл қызға не болды, мен бұл қызға не істесем екен, бұл қызымен қайтып сөйлессем екен, бұл неге өйстіп үнемі күңіреніп жүреді, қайтып мен жадырап жайнап жүретінге алып келем, қанша сөйлессем де мен түсінбейді деген секілді. Сөйтіп байдың бір іштей проблемасы болады. Бір күні сөйтіп сол байдың үйіне жолаушы келіп қалады. Содан жаңағы жолаушы арғы бергі әңгімені айтып естіген кезде осы бай осындай проблемасын айтып қалады, ішкі жан күйін айтып қалады. Осындай қызым, үлкен қызым бар, бірақ өмірі күңіреніп жүреді, мен оған не істесем де ештеңке жақпайды, бір жадырап жайнап жүретін кезін көргім келеді, бірақ талай уақыт болды деген секілді өзінің несін айтады, ішкі жаңағы жан күйзелісін айтады. Сол кезде жаңағы жолаушы айтады, сіз рұқсат етсеңіз, мен бүгінгі түнде қалайын осы жерде дейді, мен оларды зерттеп көрейін дейді. Содан жаңағы жолаушы оларды зерттейді. Қараса, екеуі күнде жататын кезде екеуі мынандай жаңағы блокнотқа бүгін не болды, бүгін оларға қалай қарады, бүгін оларға қандай отношение жасады деген секілді соның бәрін толтырып қояды екен жаңағы екі қызы да. Бірақ кіші қызы толтырады екен да, жаңағы жастың астына сап қояды екен, үлкен қыздар тоже толтырады екен, жастың астына сап қояды екен. Сосын таңертең тұрған кезде сол жаңағы кешегі жазған, оларға жасаған басқалардың жақсылықтарын бәрін алады екен де оқиды екен. Сол кезде кіші қызы жаңағы жадырап жүретіні сол себептен, ал үлкен қызы күңіреніп жүретіні сол жазған жазбаға байланысты екен. Содан жаңағы жолаушы сол жазбада не жазылды екен деп сөйтіп жаңағы нелерін, кітапшаларын алып, блокноттарын алып оқиды. Сөйтсе кіші қызы күнде болған нәрсенің барлығын, жақсы нәрсесін жазып қояды екен да. Оған жақсы қарағаны, оған жаңа қызметшілерінің күлгені, оны жаңағы не істеп жаңа көтермелегені деген секілді. В общем, қыз, жаңа кіші қызы тек жақсы нәрсені, тек жақсы нәрсені ғана жазады екен. Ал үлкен қызы солардың жаңағы жақсын емес, тек жаман жағын, кішкене бүйтіп қасық қолдарынан түсіп кеткенде де қызметшілер бүйтіп шамалы дұрыс емес қарап қалса, в общем, не керек, екеуіне де бірдей қызмет жасалады, бірақ үлкен қызы тек жаман жақты көреді екен ше. И сосын сол жаман жақты жазады екен. Бүгін не көрдің десе, тек жаман жақты жазады екен. И сосын жаңағы таңертең тұрған кезде жаңағы жазған нелерін оқып, содан күңіреніп жүреді екен. Сөйтіп жаңағы жолаушы байдың несіне проблемаларын айтып береді. Содан бай қыздарына айтады, үлкен қызына айтады, сен дейді, енді жоқ, сосын былай жасайды. Сөйтіп екеуі кешкісін ұйықтайтын алдында тағы опять-таки әдетінше үлкен қыз жаман нәрсені жазып, кіші қызы жақсы нәрсені жазады да. И сосын олар таңертең жаңағы ұйықтап жатқан кезде бая әкесі алады дағы, ол екеуінің жаңағы нелерін ауыстырып қояды ше. Енді екеуіне жаңағы бірдей жазбалардың бәрі бірдей болғаннан ол екеуі таңертең оқыған кезде мән ұқпай қалады да. Сонда жаңағы кіші қызы оқиды дағыны, оған әсер ете қоймайды. Өйткені ол күнде жадырап жайнап жүретін қыз ғой. Сосын что-то не то дейді деген секілді қабылдайды. Ал енді үлкен қызы жаңағы күнде екеуіне бірдей қызмет жасағаннан кейін оқиды дағыны өзінен өзі жадырап жайнап шыға келеді да. Ол да тоже байқамай қалады, себебі екеуіне бірдей қызмет жасады ғой. Жаңағы қызметкерлер екеуіне бірдей қызмет жасады. Сонда ол жаңағы тек жаман жағын көретін қыз көреді дағыны, что-то мән бермей қалды, шынымен де жақсы екен ғой деген секілді. И сол сәттен бастап, сол күннен бастап жаңағы қыз жайнап жадырап жүрді. И сосын жаңағы бай таң қалады, менің қызым шынымен де осындай жағдайға жетті ғой деген секілді. И сосын қызын айтады, тек жақсы нәрсені жазып жүрші дейді, тек жақсы нәрсені жазып жүр дейді. Содан бастап жаңағы қыздарында проблема кеткен екен. Міне осындай нәрседе жаңағы бүгінгі тақырыптың несі, жаман ой все равно жаманға алып келеді. Жаман сөз, жаман нәрсе бәрібір де сіздің жаңағы настроениеңіз түсіп, көңіл күйіңіз түсіп, сөйтіп жүргенге алып келеді. Ал жақсы ой все равно бәрібір де сіздің жаңағы көңілді жүруіңізге де, сіздің жақсы жүруіңізге де, сіздің барлық жағдайына да жақсы ой деген ол өте жақсы. Сондықтан осы
осы жақсы ойда жүрге сіздер шақырамын. Жасап жүрмін, бірақ дейді, кеше ұстай алмай сөйлеп қойдым. Жақсы, ол болады Қатира ханым. Сіз сөйлеп қойғаныңыз үшін сіз артынан естеңіз. Мынандай кешірім сұраңыз. Мен сіздерге айттым алдында, сіздер маған есіме салмағандықтан мен екінші күннің тапсырмасын сіздерге жібермей қалыппын, бірақ мына жерде барлығы айтылды, оның барлығы. Түртіп алған болсаңыздар, ол да сіздерге көмегін тигізеді. Сонда жаңағы мынандайды айттым да сіздерге. Сіздер случайно да жаңағы бұрынғыша әдеттеріңізге салып айтып тастайсыздар да, күйеуіңіздің намысын, кішкене намысына тиіп қаласыздар, немесе жаңа бұрынғы әдеттеріңізше өздеріңіз оны басынып қаласыздар, иә. Сондай кезде артынша шамаларыңыз жеткенше не сұраңыздар, ой, кешірім сұраңыздар да. Кешірім сұрау деген ол все равно бір сатыға кішірею деген да. Сол нәрсені сұраңыздар, айтыңыздар. Мен сенің жаңа намысыңа тиетіндей сөзді айтып қойғаным үшін мені кешірші, немесе жаңа мен сенің жаңағы көңіліңе тиетін сөздерді айтып қойғаным үшін кешірім сұраймын деген секілді сондай нәрсені айтыңыздар. Айту қиын шығар ол да, иә, сіздерге. Айту қашан қиын болады, ол қиын болатын кезі, ол сіздің эгоңыздың өсіп тұрған кезінде қиын болады. Ал егерде эгоңызбен күресіп, эгоңызды жаңағы алып тастайтын болсаңыз, ол кезде сізге бұл нәрсені айту жеңіл болады да. Керісінше сізді жаңағы бір қанат бітіреді. Осы нәрсені айтқан кезде өзіңіз бір жеңілденіп қаласыз, өзіңіз рахаттанып қаласыз. Сөйтіп жаңа айтып кешірім сұрап алғаныңыз үшін, сондықтан осы нәрсені жасап жүріңіздер. Енді бүгінгі тақырыпқа оралайық. Қараңыздаршы, мынандайды. Кеше мысалға маған бір қыз жазады, менің дейді, енем дейді, не дейді жаңағы, маған өте қатты дөрекі сөйлейді дейді. Мені жек көреді дейді. Маған қалай болса солай сөйлейді, намысыма тиеді дейді. Сосын мен айттым, сіз енеңіз жайында не ойлайсыз дедім. Сөйтсем, енемді көрсем жыным кеп тұрады, жұлып жегім кеп тұрады. Көзімен ерні бірде, не дейді, көзімен ерні не қылса. Мен, в общем, көзімен ерні түртіп айтыпты да, енді сол жерде жаңағы ең бір жаңағы жек көретін жер секілді айтыпты да. И сол нәрсені ол миына құйып алған. Содан кейін енесімен байланыста, мынандай да, біздер адамдар алдымызға, мысалы сіз мына жерде жаңа енеді, мысалға күйеу болсын, сіз сол туралы қандай пікір қалыптастырыңыз, мынау сіз, мынау кісі туралы сіз қандай пікір қалыптастырыңыз, когда сіздер бір-біріңізге бетпе-бет келесіздер, немесе бір үйде жүресіздер, немесе әйтеуір жаныңыздан өтіп кетеді деген секілді, сіздің поле зрениеңізге бұл кісі түскен кезде сізде уже автоматически осы кісі туралы ақпараттар зың дайын тұрады да. Ана не секілді да, бір робот нелер болады ғой, адамдар бет көрсетеді, бұл мынандай, жасы нешеде, мынау жаңағы осындай жерде қатысқан мынандай деген секілді роботтарда шығып тұрады ғой. Тура сол секілді сіздің де сознанияңызда, біздің миымызда сіз қандай адам өзіңіздің поле зрениеңізге түсті, сол адамда ол әйтеуір тура бетпе-бет келсе де әйтеуір жаныңыздан өтіп кетті. В общем, сіз соны байқап қалдыңыз да. И сол адам туралы сізге сразу ақпарат келеді. Сол кезде сол ақпарат сіздің сақтап қойған ақпараттарыңыз. Сіз сол адам туралы қандай пікірде болдыңыз? Сол адам туралы қандай алғаш көрген кезде қандай пікір қалыптастырдыңыз? Немесе жаңа күнде ене деген, күйеу дегенді күнде көресіз ғой. Күнде көре қандай пікір қалыптастырдыңыз? Осылардың барлығы жаңағы сіздің компьютеріңізден сіздің алдыңызға шығып тұрады. И содан кейін барып сіз тура сол немен қарайсыз. Сіздің жаңағы миыңызға сақталып қалған пікірмен сол адамды қабыл аласыз. И сонда сіз мысалға жаңағы айталық та енені мысалы жаңағы жек көрем, түрін көрсем бітті, жыным келеді, өйтеді, жұлып жегім келіп тұрады деген секілді нәрсені ол миына сақтап алған. И сосын естественно енесі көзінің поле зрениесіне түскен кезде ол естественно сондай жаңағы өзінің ми айтады да, сені жек көретін адам келе жатыр деген секілді, ми сөйтіп не істеп тұрды, сенің жыныңды келтірді қазір деген секілді да. Міне тура сөйтіп ана кісі келген кезде шынымен де ана жаңағы сөйтіп айтып тұрған, мына жаңа сіз мынау енеңіз деп айтайық, мына сізге мысалы миыңыз сөйтіп дайындап қойды ғой, сонда жек көретін адам келе жатыр, ана мына деп бәрін дайындап қойды да. И сосын сіз мына кісіні көрген кезде, мына екеуіңіз бетпе-бет кездескен кезде, мына кісі жаңағы может быть сіз туралы жаман ойламауы мүмкін да, немесе сіз туралы пока ойын өзгертіп жүрген шығар да, мысалға да, немесе ол кісілер тоже сізге ашуланып жүретін адам шығар, енді білмеймін, бірақ дәл сол кезде мысалы мына кісі сізге бүйтіп қараған кезде сіздің уже көзіңізден уже барлығы шығып тұрады, бетіңіздің жаңа әлпетінен, көзіңізден жаңа сіз сол кісі туралы не ойлап тұрғаны
барлығы жазылып тұрады да. Жаңағы бетпе-бет келген кезде уже жаңағы ене мысалға ана келінмен бетпе-бет келген кезде келіннің ана санасына жазылып тұрған нәрсесі барлығы енеге білінеді. И сосын барып мынау мен ол ене уже автоматически уже мынау маған жын ұстап тұр деген секілді уже оған пікір келеді дағыны. Сосын не қылады, сразу зікіп шығады, сразу жаман нәрсені айтып жатады. Не, әлі отырсың ба, өйтіп отырсың ба, бүйтіп отырсың ба деген секілді. Міне сондай нәрседе тура осы нәрсені сіздер мысалға қазір күйеулеріңізбен болсын, айналаңыздағы адамдармен болсын, кімді сол үнемі сондай кикілжіңге түсіп қаласыз, кіммен сондай үнемі қиын жағдайға түсіп қаласыз, осы нәрсенің барлығы сіздің ана ойыңызға, сол адам туралы пікірге байланысты өте маңызды. Сондықтан сіз ең бірінші осы нәрсеге мән беріңіз. Мен өткен жолдары сіздерге осы кішкене айтып қалдым да, күйеуіңіз туралы қалай ойлайсыз, осы арнайы болған тақырып болады деп айтып жүрмін ғой. Осы міне бүгінгі тақырыбымыз сол. Сіздер енді мынандайда күйеуіңіз туралы вообще жаңағы енемен енді көрсеттім да, өйткені енемен түсініктірек та, көп адам келінмен ене жараспай жүретін содан не. Сондықтан жаңағы өзіңіз ойлаңыз да, сіз күйеуіңіз туралы не ойлайсыз? Күйеуіңіз туралы сіз қандай ойдасыз? Күйеуіңіз туралы сіз жалпы жаңағы поле зрениеңізге түскен кезде күйеуіңіз немесе звондап, немесе бірдеңе айту керек деген секілді сондай моменттерде сіз күйеуіңіз туралы не ойлап тұрасыз? Тем более күйеу мен әйелдің арасында ана миымызда біздің байланысымызда 50-60 градусқа, 50-60%-ға шейін, почти что 60%-дан артық да болуы мүмкін. Сондай пайызда бізде олар миымыз бір-бірімен байланысты. Біз сол нәрсені жаңағы мысалы күйеуіміз туралы жаман ойлап тұрайық. Мысалы жаңағы ересек ене мен келіннің арасында болар уже может миларында үлкен адамдар 10% байланысты да, жаңағы былайша басқа адамдарда, ал бірақ күйеу мен әйел уже 50-60% байланыста болады да. И сол кезде жаңағы ана ене мен келіннің арасында олар жаңағындай бір-біріне түрлеріне қарап уже сол жазылып тұрады да, беттеріне жазылып тұрады. Ал енді мына ерлі-зайыптыларда вообще зайыптыларда осы бетке жазылатыны бар, және ол ой арқылы, біздің ойымыздың байланыс арқылы да бір-біріне беріледі да. Ол ше, мысалға байқайсыздар ма, күйеуіңізді ойлап отырасыз, мысалда қазір звондау керек еді деп отырсаңыз, ол тура сол моментте не звондайды, не жазады, әйтеуір немесе үйге келеді деген секілді тура сол моментте не істейді да. Ол кісіден сізге хабар келеді. Мен қазір сізге мен саған звондайын деп отыр едім деп мысалда сөйтіп айтасыз да, мысалы байқайсыздар мысалы нәрсені. Ол деген бізде сол байланысымыз өте күшті да біздің. Біз сол туралы қандай байланыста боламыз, біз сол туралы жаңағы байланысымызға өте маңызды. Сондықтан сіздер жаңағы өзіңіздің күйеуіңіз жайында қалай ойлайсыз, күйеуіңізді қалай жаңағы қандай пікір қалыптастырдыңыз, осы өте маңызды. Енді қараңыздар, мен мысалға неге ұрсыса бердім баяғыда да, неге біздің үйде бір береке қашып кетті, неге біздің үйде үнемі жаңағы менің жай ғана сырт жақтағы жасаған іс-әрекетім, мен мысалы өзім обычно жай ғана жасай саламын да, ол іс-әрекетті аса бір андай күйеуімді қызғандырайын деп жасамаймын да, бірақ ол күйеуім үшін үлкен нәрсе болып көрінеді, және ол сол үшін маған жаңағы ұрыс жарып, маған ұрсып сөйтіп бастайтын да маған. И сөйтіп біздің берекеміз кәдімгі қашып кететін. Сонда мен өзім хотя шынымен де күйеуіме жамандық жасайын деп тұрған жоқпын. Бірақ менің санам дұрыс емес болып тұр да, менің ойым дұрыс емес болып тұр да, менің ойыма сақтап алғанмын жаңағындай. Болады, кішкентай нәрсеге ол ашулана береді, ол мені түсінбейді, ол сондай пікір қалыптастырып алған, ол түйме дейді, түйедей қылады. Сосын жаңағы мен күйеуімнен күйеуім туралы сондай жаман пікір қалыптастырғаннан кейін мен мысалға басқа ер адамдарға спокойно қарап отыра береді екенмін да. Мен Құдай сақтасын, мен сөйтіп күйеуім жоқ спокойно дегенде мен мысалы күйеуімнен қорқамын да, өйтіп не істемеймін да, бірақ та жаңағындай емін-еркін ұстап отыра береді екен да. Сосын ол соны көрді, жын ұстайды, маған кәдімгідей ашулайды. Мен бірақ андай артында арам ойым жоқ та, өзім емін-еркін ұстаймын, просто так емін-еркін ұстаймын да. Мен сондай нәрседен ол кәдімгі ашуланып маған қатты не істейді да. Сосын мен түсіндім кейіннен да, менің ойым дұрыс емес екен, менің санам дұрыс емес та. Мен мысалы күйеуімді сыйлаймын деп айтамын да, бірақ қорыққаннан сыйлайды екен. Сол нәрсенің бәрін ол сезеді екен, біледі екен. Жаңағы бір нәрсе жағдайлар болып қалса, сразу үйде ұрыс-керіс болып кетеді. Мен айтып оған түсіндіре алмаймын. Ол деген жай нәрсе, ол мен өйткен жоқпын, бүйткен жоқпын, мен жай бүйте салдым, сөйте салдым. Мына іс-әрекетім на самом деле сондай да.
бірақ жаңағы ойым дұрыс емес та, ойым ана не істеп кетеді да, Болат туралы жаман ойлап аламын да, жаңа пікірім сондай. Ол ұрса береді, все равно оған жақпайсың, өстейді жүреді екен үнемі деген секілді сондайларды қалыптастырамын. И соның әсерінен, соның кесірінен бізде үнемі ұрыс болды. Мен сіздерге осы талай сабақтарда айтып жүрдім, қазір де айтайын, жаңа бір жерге барып келетін болсақ, үйге немесе қонақ келіп кететін болсақ, в общем, мына сырттың адамдармен бізде как байланыс бітті. Біздің үйде обязательно ұрыс болады да. Сонда мен сол неден жаман не істейтін едім, неге ұрыса береміз деп ше, неге осындай бола береді деп. Бірақ мен жаңағындай несіне бара алмайтын да, жаңағы ой тазалау дегенді. Сол нәрсенің бәрін кейіннен түсіндім. Қазір мысалға Аллаға шүкір, сол нәрсе мені қатты қуантады да. Осыны ойымның тазарғаны, оны мен айттым ғой сіздерге, мынандай картина жасап алыңыз күйеуіңіз туралы да. Күйеуіңіздің қандай адам екенін, оның жаңа прям картинада көз алдыңызға елестетеді. Ол үлкен адам да, ол үлкен адам, суретін салып алыңыз. Ол сөйтіп сізде сөйтіп миыңызға сақтап алғаныңызда берін, ол үлкен адам деп кәдімгідей картинасы көз алдыңызға елестету керек та. және ол сізге үнемі күліп қарап тұрады, сосын сізге үнемі жаңа жақсы сөйлейді, сізді жаңа жақсы көреді, сіздің жаңа ұрса бермейді деген сөзді айтуға болмайды негізінде да. Қараңыз, ұрсу деген сөз өзі негативный сөз да, және ұрса бермейді деген сөз, бермейді дегенде жаңа орыстарда не ругайды деген сөз ғой, не деген сөз бар ғой, тура сол секілді, ондай нәрсені айтуға болмайды негізінде да. Соның керісінше жақсы нәрсесін айту керек та, күлімдеп тұрады, отношениямыз күшті, үнемі жаңағы менің неғып тұрады, жаңағы мені қолдап тұрады, маған жақсы болсын деп тұрады деген секілді жақсы нәрсемен ойыңызды толтырып қойыңыз. Анандай нәрсені қоспаңыз. Мысалға, ол маған жаңағындай ұрыспайды, немесе ол маған қол көтермейді, немесе ол маған бірдеңені жасамайды, сізге ұнамайтын нәрсені жасамайды деген нәрселердің барлығын біздің миымыз түсіне қоймайды. Өйткені бастапқы сөзі ұрыс деген сөз тұр ғой. Ұрыс деген сөз тұр, яғни ол сол ұрыс деген нәрсені не істейді, мысалға ұрыспайды дегенмен все равно ол сол ұрысатынмен бәрібір сол қалыпта қалып қалады. Сондықтан сіздерге жаңағы айтатыным, сол күйеуіңіз туралы картинаны жасаған кезде прям бүгіннен бастап соны әдемілеп тұрып жазыңыз. Осы нәрседе сіздерге алғашқы тапсырмада соны жаңағы картина деген кезде мен сіздерге суретін сал деп сөйтіп айтамын ғой. Ол нәрсенің барлығын сіздер ойша жасайсыздар да. Сол күйеуіңіз, бірақ соны қағазға түсіріп алыңыз. Менің күйеуім осындай деген нәрсе. Сіз қағазға түсіргеннен кейін сіз ол нәрсе сіздің миыңызға бір жаңағы кейіп ретінде сақталады. миға қағазға түскен нәрсе миға ол обязательно жаңағы сигнал ретінде, настрой ретінде, немесе новый адам деген ретінде сөйтіп барады да. И сосын сол жерде сіз сол адам туралы, жаңағы күйеуіңіз туралы сондай нәрселердің барлығын тек жақсы нәрсесін жазып сөйтіңіз дағы, сол нәрсені сақтап қойыңыз, кәдімгі миыңызға сақтап қойыңыз. И сосын жаңа менің күйеуім осындай деп сөйтіп бірнеше рет айтыңыз, қайталаңыз да. И сосын жаңа күйеуіңізбен поле зрениеге түсесіз ғой, жаңа сіздің поле зрениеңізге түсе бастайды, немесе жаңағы звондап бастайды, сізге жаңағы немесе үйге келеді деген секілді. В общем, сіздің поле зрениеңізге түсіп бастаған кезде сіз уже жаңа картинаны фук еткізіп әкеп қоясыз. Ол негізі осындай адам, ол негізі жақсы адам, ол негізі осындай, ол үнемі маған күліп жүреді, үнемі менің жағдайымды жасап жүреді, мен оның қасында еркелеп жүремін деген секілді. Мына осындай сіз сол картинаңыз әдемі жақсы өзіңіздің, мына күйеуіңіз бір мысалы болады, мысалы кейбіреулер айтады да, бұндай нәрсені мен қайып жасаймын, маған үнемі ұрса береді, мен уже жыным келеді оған, мен оны жақсы көрмейтін сияқтымын деп айтады да. Мысалы кейбіреулер, сіз ол күйеуге шыққан кезде сіз оны жақсы көрдіңіз ғой мысалы, немесе күйеуге шыққан кезде сіз бір жақсы бір оймен себеппен шықтыңыз ғой мысалы да, сол кезде сізге қандай күлімдеп қарағаны, сізді прям жаңағы күйеуіңіздің отношениеңізде қандай күшті әсерлер болған, мысалы сондайлар бар ғой, миыңызда сақталып қалғанда олар. Оны сіз ана сандықтың түбінен шығарып алған секілді ойыңызға не жұмыс жасайтын болсаңыз, ойыңыздың бір түбінде тұр да, ол түбінде тұр да. И сол түбінде тұрған нәрсені шығарып аласыз. Шығарып алғаннан кейін сіз сонымен жұмыс жасайсыз. И сол кезде сізде сол жаңағы жұмыс жасағаннан кейін сол алдыға неге шығады, алдыңғы экранға шығады да. И соны алып пайдаланасыз. Яғни сіз оны күйеуіңізде жоқ қабілетті алып алмайсыз. Түсіндіңіз ба? Сол күйеуіңізде жоқ қабілетті алып алмаңыз. Ол да тоже өте қиын болады да. Сіз күйеуіңіздегі бар қабілетті, сізге бір кездері көрсеткен, қазір көрсетпей кеткен, сізге қатынасында жасамай кеткен деген секілді бір кездердегі қабілетін, жақсы бір қабілеттерін
прям жинайсыз, сандықтың ішіндегі заттарды ақтарып жүріп тәуірін алған секілді. Сөйтіп соның бәрін ақтарып жүріп сөйтіп жинайсыз. И сол кезде барып соның барлығын содан жаңағы күшті қылып тұрып картина жасап аласыз. Сосын барып қош келдіңіз Майра ханым. Содан бастап сол жаңағы күйеуіңіз жақсы ұшсын сізге. Жақсы жаңағы мынау не алып тұрады, үнемі өстейсің де жүресің сен деген секілді нәрсе айтуы мүмкін. Немесе жаңағы енді в общем, ол күйеуіңіз, оның да тоже әдеттері бар ғой. Сізге келген кезде бір айтатын, жасайтын үнемі бір әдеттер болады да, оның да тоже. Сол әдетінше ол солай айтуы мүмкін да. Бірақ сіз жаңағындай да негізі ол жақсы адам деген секілді сол нәрсеңізді қайтадан неғып, ана картинаға қайта-қайта келе беріңіз. Картинаға қайта-қайта келе беретін болсаңыз, сіз сол туралы жақсы пікірді қалыптастырып аласыз. Сонда сіздің қара, мына біздің айттым ғой, мына біздің бетіміз, көзіміз мына жазып айтып тұрады да сол адам туралы да жаңағы отношение бетпе-бет келген кезде, мысалға сіздер байқасаңыздар, екі адам бетпе-бет мысалы сөйлесіп отыратын кезде, сіз сол туралы адамның жаңа несін байқай аласыз да. Егер сол кісінің шынымен ішкі жан дүниесіне мән беріп көрсеңіз, бұл адам қандай мақсатпен келді, бұл адамның көздегені не, бұл адам шынымен де мені байыту үшін келді ма, немесе маған жаңағы бір контракт деп отырайын да, шынымен де бұл мені жаңағы немді, осы жұмысымды жақсарту үшін келіп отыр ма, жоқ әлде бұл өзінің чисто өзінің прибыль үшін келіп отыр ма деген секілді сіз адамның жаңағы ішкі түйсігіне әсер ете аласыз да. Сол туралы сұрақ қойсаңыз, ол кісінің сөйлеген сөзінен, жестінен, ана несінен, жаңа көзінің сізге де қараған несінен, өзіне сенімді ма, сенімді емес пе. Егер де сіздер осы нәрсенің бәрін, мен мысалы дәл осы нәрсені мен еш жерден оққан жоқпын да, мен дәл осы бұл оққан жоқпын болғанда, мен психологияны енді оқып жатырмын ғой, жаңағы кәдімгі заңды оқып жатқанымда, бірақ мен бұрыннан осы нәрсені өте жақсы білемін да, бұрыннан бері қолданамын да. Мен сол қарап отырып, мен мысалы адамдар байланысқа түскен кезде, мен сол адамды мысалы екі адам байланысқа түссе де, мен сол екі адам туралы бүйтіп сыртынан байқап отырамын да. Анау адам маған жаңағы адал ойын айтып отыр, анау болса кішкене кекетіп отыр, немесе анау әрбір ісіне күліп отыр, анау что-то жақтырмай отыр деген секілді. Мен сөйтіп не істеп отырамын да, адамдардың солай несін. Сіз де тоже қолыңыздан келеді деген ойдамын. Сөйтіп бақылап көріңіз, бақылап сөйтіп адамдарды зерттеп көріңіз да. Сол кезде сіз де тоже түсінесіз да, олардың жаңағы не ойлап отырғанын. Сол секілді күйеуіңіздің де тоже сіз туралы ойында тоже сіз оны оқи аласыз да. Күйеуіңіз сіз туралы не ойлайды, сіз жаңағы сізге деген жаңағы ой қандай деген секілді. Оны сіз де тоже қарым-қатынасынан, оның бір ғана қарым-қатынасынан айта алмайсыз. Енді ер мен әйел үнемі байланыста ғой. Сол әрбір байланысын байқап қарайтын болсаңыз, на самом деле олар сізді, күйеуіңіз сізді жақсы көруі мүмкін да, бірақ та жаңағы сіздің бір іс-әрекеттеріңіз оның да тоже көз алдына сақталып қалған, оның да тоже жаңағы сіз туралы пікір қалыптасып қалған. Содан кейін барып сол пікір жаңағы сізбен байланысқан кезде сол пікір оның ойына келеді дағыны. Дәл сондай қарым-қатынаспен сізге келе береді да, көрдіңіз бе? Сондықтан сіз туралы пікірін ауыстыру үшін сіз оған жаңағы қарым-қатынасыңызды өзгертесіз. Сіз қалай қарым-қатынасыңызды өзгерттіңіз, ол да тоже уже сезеді сіздің неңізді. Ол да тоже сіздің жаңағы қарым-қатынасыңызды сезеді. Сол кезде сіз де уже оған ол кісіде несі ой өзгереді да. Менің келіншегім өзгеріп келе жатыр, что-то бұрын бұндай емес еді, что-то мен мынандай нәрсені бұдан байқамап едім деген секілді, ода сондай ойлар пайда болады да. И сөйтіп сізге деген оның да тоже көзқарасы өзгере бастайды. Сондықтан осы нәрсе жаңағы күйеуіңіздің күйеуіңіз туралы жаман ойдан арылу деген сөз, бұл ең бірден бір осы ер мен әйелдің қарым-қатынасындағы жаңағы не істейтін пайдасына келетін бірден бір жаңағы мозаика ғой, мозаиканың осы бір қадамы, бұл да жаңағы міндетті қадамы мозаиканың. Дәл осы нәрсені жасаңыздар. Мен мысалы өзім осы нәрседен, мен шынымен де күйеуіміз арасындағы, екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас осыдан түседі да. Ең алғашқы өзім осы нәрсені қойып алдым да, и осы нәрсемен жұмыс жасадым. Енді мен қазір мысалы осыдан нәтижесін көріп отырмын. Кәдімгідей жаңағы көп жағдайда мен байқаймын да, не қылады да, спокойно кез келген ситуацияны спокойно қарайды. И одан кейін мен мынандай нәрсені де тоже көзім жеткені, уже күйеуіңіз сіз туралы жақсы ойлаған кезде, сізге уже сенім артқан кезде, сіз оны подводить етпейтініңізге көзі жеткен кезде, ол уже балаларға қарап бастайды, баланың тәрбиесіне қарап бастайды. Мысалы осыған дейін сол жаңағы көп еркек әйелімен арпалысады, баланы көп елемейді.
Өйткені әйелін дұрыстағысы келді, әйелімен ана отношениені дұрыстап алғысы келді, әйелімен келіп арпалыса берді, сен неге сөйте бересің деген секілді ана баланың тәрбиесін бүйтіп бір қарап қояды да, бірақ көп ойы осы әйелінде болады да, осы қайтсем де әйелімді осы бір несін дұрыстауым керек еді деген секілді осы проблема әкеле берді деп. Немесе әйелі самое главное ер адамға проблема болатын болса, ол балаға назар аудармайды. Ал енді как только әйелі уже барлық жаңағы мен айтқан нәрселердің бәрін жасап, уже аралары дұрысталып, күйеу уже әйел туралы проблема жоқ, уже әйеліне уже сеніп бастап, уже жаңағы неде үлкен стена болып тұр, стенаның іш жағында мынандай неде стенаны бүйтіп тіреп тұратын да әйелші, мысалы үлкен қабырғаны де, сол қабырғаның іш жағында мына тіреп тұратын, бүйтіп мына көрініп тұр ма, мынандай қабырғаны мына қабырғаны бүйтіп тіктеп тұратын әйел адамда, осы қабырғанда осылай мынаусы тұрмаса, мынау уже уақыт келе былай қарай немесе былай құлап кетуі мүмкін да. Ал мынау мықты болу керек та, мынау бүйтіп тіреп тұратын мықты болып тұру керек та. Сонда біз қазір сол көп еркектерде, мысалы қазір әйелдер мысалы көп неғылмай жатыр ғой, жаңағы өздері жаңағы біздің тем более қазақтарда өздері билеп кеткен заман болып кетті, әйелдер ерлерді басынып кеттік қой. И сол кезде біздер мына неміз біздің дұрыс емес. Вообще мынаны біз бүйтіп даже тіреп те тұрған жоқпыз, шыны керек та. Біз еркекке бүйтіп тіреп тұрған жоқпыз. Ол біз мүмкін өзіміз мынандай стена құрып алған шығармыз әйелдерді қазіргі заманда да, күйеумен бір деліп та, и сосын барып біреу құласа екінші бірақ құлайды, жаңағы семья не істеп ажырасып кететін деген сияқты да. Сондықтан ал енді негізі біз мына осы үшбұрыш секілді осылай болу керек та. Біздің күйеуіміз мынандай, біз сол күйеуді бүйтіп тіреп тұрған кезде құлап кетпейтін нәрсені жасап тұруымыз керек та, күйеудің артында да. И осы нәрсе как только мынау нәрсеге уже стена уже сенімді болады, мынау уже мықты ұстап тұр, болды енді құламаймын деген секілді, ол уже сол кезден бастап бала тәрбиесіне мән бере бастайды, балаларға назар аудара бастайды, балалардың жағдайын жасай бастайды, балаларға не нәрсе жетпей жатыр, баланың жаңағы қайда апарамыз, бұл нәрсе қайда немеді, балаға не керек деген секілді, міне сондай нәрсе уже күйеуден келе бастайды да, уже кәдімгідей күйеу жақтан уже күйеуіңіз жақтан уже балаға деген назар ауа бастайды да. Егер де қазіргі таңда сізде күйеуіңіз балаға көп назар аудармайтын болса, как будто баланың тәрбиесіне сіз ғана жауапты секілді болып жүрген болсаңыз қазіргі таңда, олай болса сіз осы нәрсеге мән беріңіз. Яғни сіз күйеуіңіздің жағдайын дұрыс жасап жүрген жоқсыз. Күйеуіңіз сізге сенімді болып, мен уже әйелім, мен уже спокойно сенімді, мен әйеліме сенемін деген секілді не болатын болса, ол тіпті түзде де тоже жаңа емін-еркін жұмысын жасай алады, емін-еркін тауын қопара алады деген секілді. Ал жаңа үйде де тоже келген кезде уже мен әйелім уже бәрі нормально ода деген секілді, и балаға назар аударып бастайды да. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы нәрсені жаңа жақсылап түсініп алыңыздар. Енді сіздерге осы жаңағы жалпы күйеуіңіз туралы жаман ойдан арылыңыз деген тақырыпқа түсінікті айттым деген ойдамын. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп көрейін. Қандай сұрақтарыңыз бар? Осы тақырып туралы сұрақтарыңыз болса, немесе өткен тақырыптар туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Енді сіздер по ходу да негатив ойлардан қалай арыламыз деген сіздер білесіздер да, уже. Өткен мен сіздерге бірнеше рет айттым, сіздерге жаңа резина тағып алыңыздар деп айттым. Сіздер жаңа негатив ойдан арылу үшін сол резинаны тартып қалып, сөйтіп жаңағы оның орнына жақсы ой қойыңыздар деп оны бірнеше рет айттым. Сондықтан сіздерде уже техникасы бар, негатив ойдан арылудың техникасы бар. Енді оның орнына жаңағы сіздер енді күйеуіңізге дәл қазіргі уақытта күйеуіңізге не істеп жатырсыздар ғой, қалай болса солай сөйлеп қалып жатсыздар қазір, кішкене намысына тиіп қалып жатсыздар, сондай кезде сіздер сол нәрсені жаңағы ойларыңызбен жасап жатсыздар. Ойларыңызға келеді да, ана іс-әрекетіне қарайсыздар, сол бұрын-соңды үйреніп қалған іс-әрекет, бұрын-соңды үйреніп қалған сөз айту жүрсіз ана жерде, неге сөйте бересің сен, балаға неге өйтіп қарайсың сен деген секілді нәрсені айтып қалғыңыз келеді да, например да. И сол кезде сіз жаңағы нені тартып қалыңыз да. Ол уже сіз білесіз ғой, сіз уже білім алдыңыз. Ол яғни балаға дұрыстап жаңа қарамай отқан, яғни мен ол әлі арпалысып жүр. Мен жаңа өзім түзелейін, сол кезде барып, ол да тоже түзеледі деген секілді да. Сол нәрсені айтып жатыр. Айна техникасын ба? Жақсы айна техникасын айтсам айтайын. Мынандай да, сіздер осы таңертең ерте тұрған кезде, мен неге сіздерге ерте тұрыңыздар деп жүрмін да, таңертең ерте тұрған кезде сіз өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Мына өмірде ең жаңағы не адам, сізге қарсы адам, сіздің жаңағы өмірде дамуыңызға қарсы адам, сіздің сізге қарсылық көрсететін ең сіздің жауыңыз деп айтайын да, жауыңыз ол сіз.
ол басқа адам емес, ол сіздің жауыңыз ол. Сіздің неге жау, өзіме өзім қалай жау боламын десеңізші, шынымен де ол сіздің ол жауыңыз. Осы жауыңызбен сіз күресу үшін сізге бір әрекеттер жасау керек. Сіз жауыңыз сізге қазір жау болып тұр да, ол өзіңіз. Сіз жау емес, сізге керісінше дос болатындай, сіз өмір бақи бірге дос болып кететіндей адам жасауыңыз керек та өзіңізбен да. Сол үшін мен сіздерге мынандай айна техникасын айтайын. Бұл техника негізі бізде, қазір айтайын, қателеспесем, бұл қай күні сабақ бар. Бізде өзіңізден өзгеріс, бұл 9-шы күн, 8-ші күн, күйіңізбен теңдікте, миыңыз негатив ойлардан, өзіңізге көңіл бөлуде маңызды. 7-ші күн екен. Осы күні айтайын деген жақсы, мен ертерек айта берейін. Сонда сіз жаңағы неде айна техникасына келетініңіз, айнаға қараңыздағыны, прям айнамен сөйлесіңіз. Мысалы, мен қазір сіздермен сөйлесіп отырған кезде мен өзім сөйлесіп отырмын да, өйткені мен сіздерді көрмей, мен жаңағы бір жерге қарау керекпін ғой. Сондықтан мен өзіме қарап отырмын да, өзіме қарап, өзім сөйлесіп отырмын. Бірақ сіздерге айтып отырмын, тура сол секілді сіздер айнаға қараңыз да, өзіңізбен сөйлесіңіз. Прям айнаға таңертең бәрі ұйықтап жатқан кезде қараңыз. Ол басында ол қиын болады да, өйткені сіз айнаға тек қана өзіңіздің кейпіңізді, түріңізді қалай болып тұр, шашым қалай болып тұр, жаңағы бояғанда бетім қалай болып тұр, немесе мына бетімде таза ма, андай ма, мындай ма деп қана қарадыңыз да. Ал бұл жолы айнаға қараған кезде тек бетіңізді көрмейсіз, сіз уже ішкі жан дүниеңізге үңіліп тұрып қарайсыз да. Ол енді, конечно, басында сразу оңай емес, қиын да. Бірақ сіз сол уақытын созыңыз айнаға қараңыз. Прям айнаға қараңыздағыны, прям айтыңыз. Мысалға, Жазира, саған не болып жүр? Сен неге сүйте бересің? Немесе сен неге осы әйелдер күйеуін өзгертеді дейді, сен неге соны өзгерту сен қолыңнан келмейді? Немесе тағы басқа, сен неге үнемі өйсіп қырсыға бересің? Немесе сен неге үнемі күйеуіңе ұрсқыза бересің? Деген секілді осындай нәрсені өзіңізге сұрақ қойыңыз да. Мына біздің әрқайсымыздың ішімізде өзіміздің жаңағы бір неміз кішкентай я десе де болады, немесе біздің жаңағы ойымыз болады. Бізде, в общем, сондай бір ішімізге сондай қалыптасып қалғанда, жақсы сіздерге түсінікті болу үшін кішкентай я деп айтайын да, кішкентай мен деп айтайын. Сонда бізде ойымызда солай не істеп қалады да. Біз мына өмір бойы осы қазір қай жасқа келдім? Мысалы, мен 35-ке келдім да, 35-тен астым. Осы 35 жасыма дейін мен өзім туралы, мен уже кәдімгідей мен өмірден қандай нәрсені көрдім, маған қандай қиындықтар келді басына кішірек кезімнен да, қандай қиындықтарды көрдім. Осы нәрсенің барлығы менің ішімде жазылып, мен қазір сол жаңағы ішімдегі жазылған жаңағы нәрселер бар, менің миыма қалыптасып жазылған нәрселер бар ғой, сол жазылған нәрсемен мен мысалы қазір айналама дәл сол нәрсемен қарауым керек та. Сөйтіп сіздер де тоже сөйтіп қарап жүрсіздер да. Ал мен сондай нәрсемен осы 35-34 жасыма шейін мен сөйтіп қарап келдім. Бірақ мен осы айна техникасын жасағаннан кейін мен кәдімгідей өзім ішімдегі жаңағы кішкентай мен ол мүлдем қалы өте жаңа төмен екенін, үнемі басқаларға жалтақтап қарап отыратын. Мына өзім үлкен болсам да, жасымда тоже 35-36-ға келсе де, мен өзімді кішкентай қыздар сияқты ұстайтынымды, жаңадан танысып қалған адамдардың жанында, немесе бір ортада жұмыс жасап жүргенде, сол ортада мен өзім мына соншалықты енді үлкен адам ғой, енді жалпыда 35, 34, 35 енді үлкенбіз ғой, енді жас емеспіз, кішкентай бала емеспіз да, мысалы 4 баланың анасымын деген сияқты. Бірақ та мен осындай кейпіммен, дәл осындай немен, жүріс-тұрысымен, бірақ мен өзімді мына басқа ортада жаңадан танысқан ортада, сосын өзімнен үлкен демеймін, енді өзім бір орта болады, сол ортада мен өзімді, в общем, не керек, басында өзімді нормально сезінемін да, бірақ уақыт келе мен олардың қасында почему-то кішіреп қаламын да, почему-то өзімді кіші сезінемін да, сосын мен түсінбеймін, мен неге өзімді кіші, олардың қасында, мен әйтеуір бір не тауып аламын, типа мен бұл неде опытым аз жұмыста, например, да, сол жұмыста өзім кішірейтіп алсам, мен бұл жерде енді ғана келдім деген секілді, мен бұл нәрсені енді ғана жасап жатырмын. Әйтеуір не керек, қандай себеп болсын, мен сол жерде өзіме бір причина тауып аламын да, мен почему-то олардың қасында өзімді кіші сезінемін. Сосын жалтақтап, анау не дейді, мынау не дейді деп сөйтіп жүреді екенмін да. Мен осы нәрсемді өзім көп кешен не қылдым,
не қылдым да, неге мен сөйте беремін деген сұрақ болды. Мен неге әркімге бір жалтақтай беремін деп. И сосын мен осы бір поворотный бір моменттер болады деймін ғой. Сонда бір поворотный момент бір соңғы уақытта бір жағдай болды да. И сол жағдайда мен жаңағы неге бардым, нотариусқа бардым. Нотариуста мен бізде жалпы жаңағы Дубайда бір инвестиционный компаниямыз бар да. То есть франшизамыз бар. Сол франшиза бізге жаңағы документті ағылшынша нотариально аударып жіберіңіздер деп сөйтіп айтты. И ол менің атымда. Сосын мен соны нотариусқа барып соны жасатуға бардым. Сосын бұл Дубайға кететін. Дубайда неміз бизнесіміздің бар екенін сондай айтып жатыр едім. Ол айтты, мә деп таң қалды да. Мә, қандай мықтысыздар. Дубайдан қорықпай бизнес не істеп жүрсіздер ма? Қайтып оны не істедіңіз? Қалай алдыңыздар? Қалай болды деген секілді ол интересоваться етіп кетті. И сосын мен өзім бастағанымда жалпы мен сол нәрсені өзім алғам, өзім әйтеуір жолын тауып, енді мені уже біліп қалдыңыздар ғой, мен қарап жүрмеймін, үнемі жаңағы бір нәрседен ізденіп жүретін адамды. И сөйтіп мен соның жолын тауып, мен сөйтіп Дубайдан франшизаның иесі болғанбызда. Сосын мен соны айтайын десем, мен ана кісінің жанында мен өзім кішкентай қыздың позициясын ұстап алыппын да. Мен енді біз айтып отырмыз, біз өз-өзімізді білмейміз, вообще білмейміз біз өзімізді. Сол кішкентай қыздың позициясын ұстап алып, мен анаған жөндеп айта алмаймын да. Айта алмағанда айтып отырмын да, бірақ та маған өзінің айтқан нәрсем вообще ұнаған жоқ та. И сосын мен үйге келгеннен кейін мен неге сөйттім дедім да, таң қалдым. Мен ана адамды өзіме үлкен санап алған сияқтымын, ал өзім соның қасында кішкентай қыз сияқты санап алыппын да. Мен осы нәрсемді өзімнен көп жаңадан танысқан адамды, егер мен ол адамды өзіме үлкен санасам бітті, мен уже өзім сондай позициямды түсініп алдым да. Мен сонда неге сөйтем дедім. Мен керісінше мен өзімді оның қасында жоғары ұстай аламын ба, себебі мен ана Дубайдан мен сондай франшизаның иесі болып отырмын. Неге мен сөйттім деп та. Мен мысалы өзім әрбір сөзіме неге сенімді болмадым. Мен сонда оны просто так жасаған жоқпын ғой. Шынымен де қарасам мен действительно үлкен жұмыс жасап отырмын ғой деген секілді мен өзімді түсінбеймін да, не болды маған деп. И сөйтіп жүрген кезде мен осы айна техникасын кездестіріп қалып, сол айна техникасымен жұмыс жасадым. Сөйтсем, менің жаңағы ең бірінші минусым, біз бала кезімізге көп көңіл бөлуіміз керек. Біз бала кезімізде біздің балалық шағымыз қалай өсті? Балалық шағымызда көп бізге функциялар миымызға түседі дағыны. Сол функция өмір бойына бізге пайдалы болса, зияны болса тигізеді екен. Сонда менің балалық шағымдағы бір әсер, мен сіздерге алдыңға 3 күндік неде айттым ғой, мен сіздерге 3 күндік біздің сабақта бала тәрбиесіне ынжық қылып өсірмеңіздер деген бар. Біз сол жерде мен осы өзімнің предисториямда менде неге мен солай ынжық қылып өстім, мен неге маған бәрі күле берді деген нәрсе мен сіздерге айтып бердім, қайталамай ақ қояйын. Сол кезде мен сол нәрсе мені, в общем, сондай нәрсе үнемі мен бірдеңе айтсам, менің әсіресе туғандарым, әсіресе еще менің жаңағы марқұм болып кетті, қара жер айтып бармасын, дәу мамам болды. Жаңағы мамамның абысында, дәу мама деймін, сол кісі бар, мамам бар, сосын жаңағы айналадағы сол мамамдардың абысына үйге қонақ болып келді. В общем, туған туысқандар мен бірдеңе айтсам маған күледі да. Өйткені мен сол бір кезде жаңағындай 5-6-7 жасымда мен сондай нәрсені жаңағы Алматыға барып тұрып, нағашыларыма бармай айқайлап шулатып, қырсығымды ұстатып, сөйтіп мен қысқаша айта салайын, сөйтіп ауылға қайтып келгенімде сол нәрсені олар деген бір кәдімгідей мені сондай нәрсе түсіріп тастады да. И мен оны даже мамамды да тоже кінәламаймын. Олар білмегендіктен жасаған болар. Енді мамам енді маған үнемі күле бермейтін, бірақ мені баса беретін да. Қойшы осы сен деп сөйтіп маған сөйтетін да. Осы нәрсе өте дұрыс емес та. Ал енді жаңағы туысқандар менің іс-әрекетіме кейде бірдеңені айтып қалсам күлетін да. И осы нәрсе мен уже кішкентай сәби кезімде мені жаңағыдай не істеп тастаған ғой. Жүрегіме жара түскен ғой сол кезде. Көрдіңіз, кішкентай кезімде жүрегіме жара түскен. Сол жара сол күйі қалып қойған. Мен қанша есейе беремін, өсе беремін, сол жара күйі ол ешқашанда жазылмайды. Егер сіз сонымен жұмыс жасамасаңыз, ол жазылмайды екен. Сонда сіз сонымен қашан жұмыс жасап бастайсыз, сол кезде ғана жараңыз, сол жара жазылады екен. Сонда мен өзім сол айнаға қараған кезде айнадан маған не болып жүр дедім ғой, мен неге өзім осылай болып кеттім, мен неге мұндай жағдайда жүрмін, неге үнемі өзімнің жаңағы бақылап жүріп, мен вообще неге бұндай өмір сүріп жатырмын деген секілді сұрақтарды қойдым да. И сөйтіп айнаға қарап тұрып едім, мен уже өзімнен менің ішімдегі жазираның состояниесі қалай деп сұрайдым да. Менің ішімдегі кішкентай жазираның состояниесі қалай деген кезде, прям представляете, ол енді оңай емес та, ол сразу келмейді да. Бірақ сіз айнаға қарап тұра бергеннен сіз уже өзіңіз
өзіңізге сұрақтар қойғаннан ол может жарты сағат өтер да, может 20 минут өтер да, прям сіз уже ішкі жан дүниеңізге үңіле аласыз. И сол кезде ішкі жан дүниеңізге үңілген кезде мен қандай адамды көрдім, сіздерге айтайын ба? Мен ішімнен кішкентай жазираны көрдім. Жаңа кішкентай жазира жалтақ етіп мына жаққа бір қарайды, анау не дейді, мынау не дейді деп, ана өз ойын толық жеткізе алмайтын, жаңағы анау былай десе қайтемін, мынау былай десе қайтемін деген секілді өз ойын толық жеткізе алмайтын сондай жазираны отырғанын көрдім да, шаман жылап жібердім ғой. Міне осы екен ғой деп та, менің осы мысалға көп жағдайда маған кедергі жасап, мен мысалы өз ойымды жеткізе алмай қалып, бірдеңе болса жылап қалатыным, сол мен сыртқы бейнемнен үлкен болып тұрса да, менің ішкі бейнемде, менің ішкі жан дүниемде сол жаңағы кішкентай жазира қалып, сол кішкентай жазира сондай нәрсені көп маған сондай іс-әрекетімізде сол көп әсерін тигізеді да. Мен мысалы бірдеңені ойлаймын ғой, сол ойлаған кезде сол жаңағы біздің ойымыз ғой, негізі кішкентай жазира деп сіздерге анандай не қылып айтып жатырмын да, жаңағы образын айтып жатырмын да. На самом деле ол біздің ойымызға қалыптасқан ой да, и сол ой сізге айтады да, сізді қорғайды да. Әй сен ана не қылып қалма, өйтіп қалма, қазір сен намысыңа тиіп қалмасын, абайла деген секілді сізді қорғай береді да. И сосын сізді қорғай бергенде сіз кішкене жаңағы не қылып, дұрыс ойыңызды жеткізе алмай, может, дұрыс жаңағы бірдеңені дұрыс айта алмай деген секілді сондай нәрселер болуы мүмкін да. Сондықтан сіз дәл қазіргі уақытта жаңағы өзіңіздің қалай жүрсіз, қалай сіз іс-әрекет жасап жатсыз, сізде қандай жағдайлар болып жатыр, үнемі неге сізде сондай нәрсе бола береді деген секілді нәрсенің барлығына ол сол сіздің жаңағы айна сізге сөйтіп айтып береді. И сосын мен не істедім, содан жаңағы бәрін түсіндім, менде сондай себептерден мен өзімді әлі күнге шейін кішкентай қыз сияқты ұстайтынымды түсініп, содан бастап мен өзіме жұмыс жасай бастадым. Сол өзіме жұмыс жасағаннан кейін уже как только мен уже сол моментте мен уже кәдімгі өз не қыламын айттым да, кішкентай жазира, мен сені осы сәттен бастап бағып, қағып сені өсіремін, әлпештеймін, саған ештеңке болмайды, сен қорықпа деген секілді. Ол қорқып қалған ғой, ол қорқып қалған, оған кішкентай кезінде сөйтіп жаңағындай нәрселер жасағаннан кейін ол қорқып қалған, кәдімгідей қорқып қалған да, ол сөйтіп содан кейін ойын айта алмайды да. Енді қазір мен сіздерге айтып отырғаным сіздерге қаншалықты түсінікті болып отыр, не жазып жіберсеңіздер, жаңағы кері байланыс жасаңыздар, қаншалықты түсінікті болып жатқан, сондықтан ол сөйтіп қорқып қалған да, и сосын өз ойын айта алмайды. Енді мен айтпаймын, мен сіздердің барлықтарыңызда осындай нәрсе бар деп, бірақ ол көп адамда болуы мүмкін, сондықтан ол жетістікке жеткізбеуі мүмкін да. Өйткені біздің балалық шағымызға өте үлкен әсері зор да, біздің балалық шағымызға. Айтады ғой, программа сол кездегі программа солай қалыптасып қалғанда, ол сол программамен сіз қашан жұмыс жасағанша, ол сол программа өз несін влиять ете береді сіздің өміріңізге. Сондықтан сіз осы нәрсемен не істеңіз, жұмыс жасау керексіз. Сонда сіз может жаңағы айнаға қараған кезде сіздің өзіңіздің сол неңізде кішкентай мен қандай состояние екенін көре аласыз да. Ол нәрсені бір-ақ рет жасамаңыз, ол нәрсені үнемі жасаңыз да, хотя бы бір аптадай жасап көріңіз. Сол кезде сіз уже ішіңіздегі кішкентай менің өсе бастағанын байқайсыз. Ол уже кәдімгідей ойын емін-еркін айта алатынға, уже өзін жаңағы анандай неде бүйтіп жалтақтап, анау не дейді, мынау не дейді деп отырған емес, уже сізге сенетінін байқайсыз. Сіз уже оны өсіріп жатқаныңызды, сіз уже жаңағы әлпештеп жатқаныңызды, сондай нәрсенің барлығын сіз уже уақыт келе түсіне бастайсыз. Содан бастап сіз уже уақыт келе түсінгеннен кейін сіз онымен уже не болады да, сізбен на равных болады да, ол уже. И сол сәттен бастап сіз уже басқа жерде де жаңа самооценканың өсуі де осыған байланысты. И одан кейін жаңағы сіздің өзіңіздің ұстауыңыз да осыған байланысты, кез келген ортада өзіңіздің ойыңызды айта білу, жеткізе білу де осыған байланысты, күйеуіңіздің қасында жаңағы өзіңізде сыйлы болуыңыз да осыған байланысты. И сосын осы нәрсені мен күнде жасап, мен уже өзімнен жаңағы немді біліп, мен сонымен жұмыс жасағаннан кейін мен шынымен де прям өзімді басқа қырымнан таныдым, өзімді мүлдем басқаша қырымнан таныдым. Мен сол нәрсені жасағаннан кейін барып, мен осы уақыт өте келе уже сіздердің алдарыңызға мынандай жаңағы шығып өзімнің ойымды сіздерге уже кәдімгідей направление беріп, мен мысалы өзімде сондай не болатын да,
комплекс болатын. Мен вообще мынандай болатын да, мен өзім мысалы видео бірдеңені түсірем ба, өзім видеоға бүйтіп қарап түсірем ба, да, мысалы сол айна техникасын жасағанға дейін да, мен өзім видеоға қарап өзімді түсірсем, мен қайтадан сол видеомды өзім көргім келмейтін. Өйткені мен өзімнен өзім ұялатынмын. Көрдіңіз ба? Мен сондай адам болдым мен осыған дейін да, сол техниканы жасағанға дейін. Сонда мен тіпті жаңағы өзімнің видеомнан өзім ұялып, тіпті менің видеомды басқа біреу көрсе, мен содан да тоже ұялып қарамаш деген секілді да. И сөйтіп мен вообще өзімді өзім видеоға түсіре алмайтын едім. Түсірген видеолардың барлығын ақыры өшіріп тастайтын едім да. Ал енді қараңыздар, мен қазір сағаттап алдарыңызда мысалы сөйлеймін да. Осының барлығын қалай мен сол нәрсемен жасадым, сол нәрсені ішкі және мен жұмыс жасадым. Содан бастап мен кәдімгідей ашылдым. Мен уже өзімді спокойно сезінем, ойымды спокойно сезінем. Ана тіпті мен соған дейінгі уақыттарда мен мынандай болатын менде тіпті аудио жіберемін ғой ана туысқандарға әсіресе да. И сол кезде мен сол аудионың өзіне тоже сомневаться етедім. Мен осы жіберіп жатқан аудиомды олар қалай қабыл жаза салайыншы деген нәрсе болатын менде да. И мен сол нәрсенің барлығын қазір спокойно аудио дей ма, видео дей ма, спокойно жіберемін да. Өйткені мен уже жаңа ішімдегі кішкентай менді өсірдім. Уже екеуміз наравны, уже екеуміз кәдімгідей басқаша ойлаймыз. Барлығын уже кәдімгідей үлкен, кәдімгі өз деңгейімде, өз жасымда уже сондай нәрседе уже өскеннен кейін мен уже мына ненде тоже сіздердің алдарыңызға шығып осы нәрсені айтып сөйтіп жүргенім тоже барлығы осы айнамен сөйлескеннен, осы техниканы жасағаннан мен өзімді өстіп өсіріп сөйтіп жүрмін. Сондықтан сіздерге де тоже айтатыным, бүгін біз негізі 2 тақырыпты қозғап жібердік. Енді алла бұйырса жаңа 7-ші күні тағы да өздеріңізбен жұмыс жасайтын немесе мүмкін басқа тақырып қоярмын. Егер қажет етсеңіздер сол тақырыптан тағы да азғантай айтып кетермін. Сондықтан сіздерден маған сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Бізде уже 53 минут өтіп кетті. Не қылса жаңағы уақытты уже азайып баратыр, сұрақтарыңызды жазып қалыңыздар. И содан кейін жаңағы өміріңіздің өзгергені, уже кез келген нәрсе мүлдем басқаша көзқарас, и одан кейін өзіңізге деген сенімділік, осы нәрсенің барлығы осындай неден келеді. Сол нәрсені техниканы жасаңыздар, өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар, өздеріңіздің жаңағы жақсы көріңіздер. Мен мысалы содан бастап өзімді жақсы көріп кеттім. Сондай нәрселердің бәрін жасайтын болсаңыздар, шынымен де жақсы нәтижеге жететін боласыздар, иншаллах. Ал сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Сіздерге қаншалықты пайдалы болып жатырмын, сол туралы да айта кетсеңіздер. Осы біздің марафонымыз сіздерге ұнап жатыр ма? Қаншалықты ақпарат алып жатырсыздар? Өмірлеріңізге қолданып жатырсыздар ма? Сол жайында жаза кетсеңіздер. Сөйтіп, сіздер жаза беріңіздер пока. Енді бүгін біздің үй тапсырмамызды айта кетейін сіздерге. Күйеуіңіздің күштілеп тұрып картинасын жасап алыңыз. Одан кейін жаңағы ойыңызды тазартыңыз. Негатив ойлар келетін болса, сразу резинаны тартып алыңыз. Резинаны тартып қалып, сол резинамен жұмыс жасаңыз. Ол резинаны тек қана күйеуге қатысты емес, вообще әлемге қатысты, өмірге қатысты, айналаңызда болып жатқан нәрселерге қатысты барлық жаңағы үйдегі ене бар ма, қайын жұрт бар ма, барлығына да қатысты солай не істеңіз да, солай резина техникасын істеп алыңыз. Мана мен сіздерге үнемі айтамын да, сіз қашан өзіңізбен жұмыс жасап өзіңізді өзгертесіз, сол кезде бар ғой, жаңағы сізге жыныңызға тиетін, сізді ұнатпайтын, сіздің намысыңызға тиетін, сондай адамдар бар ғой, енді айналаңызда да, бұрын соңды болған адамдар. Солардың бәрі бар ғой, жоқ болып кетеді, немесе сізге вообще отношениесі өзгеріп кетеді да. Сонда сіз өзіңіз таң қаласыз, осы кісі маған вообще бұрын күн көргізбейтін еді деген сияқты да. Мен мысалы өзім енемде тоже сондай болатын. Мен 3 жыл бірге тұрдым енемен да. Бұл кісі маған вообще солай енді прям қатты не істеген жоқ, бірақ мен ол кісі туралы жақсы ойда бола алмадым да, бастапқы 3 жылда да. Өйткені мен ол кісі туралы қазір енем келеді, апам деймін да. Қазір апам келеді да, жаңағы обязательно жерден бірдеңе тауып алады деймін да. Мен ең бірінші ойым ол кісі туралы да.
И ол шынымен келеді дағы мен жасаған немді дым не алмайды, қанағаттанбайды. Үнемі мынау неге не өйте салмадың, мынаны неге бүйте салмадың дейді. И бір жерге барып келсек, мен қазір жаңағы мынандай да еще мен қазір енеме не істейтін болсам, осындай болды, сосын өйстіп айттым, сосын өйстіп, ол қазір обязательно неге сөйтіп айтпадың деп деген нәрсені айтады деген сияқты да. Мына осындай нәрсенің бәрін ол кісі сөйтіп өзінің табиғаты сондай адам, бірақ сөйтіп мен соны кәдімгідей күшті қылып тұрып пікір қалыптастырып алғанмын. Тағы да жаңағы ашуланса қазір қолындағы заттарын бәрін лақтырады деген сияқты да. И сондай нәрсенің бәрін миыма мен ене туралы солай не қалыптастырып алғанмын. И сосын сол кісімен байланыста үнемі сондай бірдеңелер болып тұратын да. Үнемі неғып осы кісі сөйте береді, неғып бұл кісі бүйте береді деп қиналып сөйтіп жүретін едім. Кейіннен біз уже осы жаңағы қолынан бөлек шығып кеттік. Сосын бәрі уже уақыт өте келе мен ол кісінің шынымен де жаңағы ол кісі туралы пікірімді кәдімгідей өзгерттім да. Жақсы жаңағы шынымен де бізге күшті тәрбие берген екен, бізді күшті не істеген екен деген секілді неше түрлі жақсы нәрселерді айтып сөйтіп жүріп, шынымен де қазір мысалы енеммен Аллаға шүкір қарым-қатынасым жақсы. Ол кісі мені жақсы көріп тұрады, мен ол кісіні жақсы көріп тұрамын да. И сосын үйдегі келін бар, ол келінге де тоже негізі айтқам, жаңағы не деп та өстіп жақсы ой туралы айттым ба айтпадым ба білмеймін, бірақ в общем оған да тоже өз білген ақылымды айтып жүруші едім. Қазір әйтеуір Аллаға шүкір олардың тоже отношениясы дұрыс болып келе жатыр да. Енді ол жерде мен қаншалықты нем тиген тимеген білмеймін, бірақ мен өзімнің немде айтқаным сол да. Сондықтан ал енді сіздердің сұрақтарыңыз жоқ қой дейме, барлығы түсінікті ма? Хотя түсінікті болса түсінікті деп жазып жіберіңіздер. Енді сіздердің кері байланыстарыңызды күтіп отырмын. Сосын сабақты аяқтайық уже. Ерте тұрып үйрендіңіздер ма? Мынандай ғой, сіздер мына мен чатқа бірдеңені жаз деген кезде жазатын болсаңыздар, мен мына жақта сөйлеп отырмын ғой, мен сіздің сөйлеген сөзіңізге жауап беріп отырмын ғой, яғни мен сізбен сөйлесіп отырмын да. Мысалда мен сізге қазір айтып отырғанмен сіз маған ештеңе жазбасаңыз, менің энергиям сіздерге онша көп бара қоймайды, энергия обмен бола қоймайды. Ал сіз қашан мына жерге жазасыз, мен сол сіздің жазған нәрсеңізді оқып сізге бірдеңе айтам, сол кезде екеуі ара бізде энергия обмен болады да. Мен мысалы өзім өйстіп не істеймін да, сіздерге өйстіп ақпаратты айтам, бірақ мен энергия ала алмаймын да осыдан да. Өйткені мен сіздермен телефон арқылы не істеп отырмын да. Ал егер де сіздер жаңағындай комментарий жазып, өз ойларыңызды жазып, сұрақтарыңызды жазып деген секілді бірдеңе жазатын болсаңыздар, менде уже сіздерден энергия ала аламын да, энергия обмен болады да. Менің энергиям сіз ала аласыз, сіздің энергияңызды мен ала аламын да. Сондықтан сол үшін мен өйстіп сіздерге жазыңыздар деген кезде міндетті түрде жазып отырсаңыздар, өздеріңізде тоже күшті жаңа энергия обмен болады. Жазбасаңыздар дымда, ондай болса ешқандай энергия ала алмайсыздар. Себебі жаңа сөздеріміз не қылады да, сіздің ойыңыздан шыққан сөзді мен оқимын, мен айтам, уже сол сөзге жауап беремін, яғни мен сізбен сөйлестім деген сөз. Ал екі адам бір-бірімен сөйлесе, міндетті түрде энергия обмен болады да, энергиясы алмасады. Ал енді сіздердің маған ешқандай да энергияларыңызды бергілеріңіз келмей отыр ма, жоқ әлде шынымен де нелеріңіз, интернеттеріңіз дұрыс болмай отыр ма, или мен көре алмай отырмын ба? В общем, маған сіздердің жазуларыңыз көрінбеді. Олай болса, біз осымен тікелей эфирді аяқтайық. Так, мен кішкене уақыт бар сіздер күтетін, жазыңыздар әйтпесе. Сіздердің нелеріңіз, интернеттеріңіз дұрыс емес болып қалды ма, жоқ әлде менің интернетім дұрыс емес болып қалды ма, че-то мен кері байланыс вообще көрмей қалдым. Неге бұндай болып қалғанын вообще естіліп тұр ма сіздерге мен айтқаным? Бірдеңе жазып жүрсеңіздер. Алпыс минуттан асты мынау. Қазір өшіп қалуы мүмкін. Я дейді, естіліп тұр дейді. Естіліп тұрса болды. Мен жалғыз өзім сөйлеп отырғандай болып қалдым ғой. Сұрақтар бәрі түсінікті ма, Қатира ханым? Естіледі дейді. Или ұйықтап қалған жоқсыздар ма сіздер? Мен сабағымды тыңдап отырып, қосылып тұр экрандарыңыз, бірақ ұйықтап жатқан сияқтысыздар ғой сіздер. Мен қашан сұрақ қоясыздар, немесе кері байланыс. Иә, көрініп тұр сіздердің жазғандарыңыз. Мен сол сіздер үндемей отырғанға мен түсінбей қалдым да. Кері байланысты неге бермей жатыр,
дұрыс болмай жатыр ма интернет деп. Бәрі түсінікті ғой енді, жақсы ондай болса, бәрі түсінікті болса, ал аман есен болыңыздар. Өшірем мен.